Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 26 наурыз 2025 жыл. Қызылорда облысында жер дауы отқан білесіздер. Біз осы Қызылорда облысының көп балалы ана сотқа беріп, Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында соттың шешімімен жаңа көп балалы ана Еспекова Гүлнардың арыз шағымын сот қанағаттандырып, хаттаманы бұзып, өзінің атында жерді қалдырған 73-те 5 гектар жерді соны енді сонымен дауласып жатқан жаңағы қазіргі бүгінгі Қызылорда облысының депутаты аты жөні кім? Иззатулла Үсенов мырза бүгін апелляция беріп, Қызылорда облысының апелляцияда қарап жатыр. Сол қарап жатқан кезде енді тағы да естілген ақпараттар туралы мынау жаңағы Гүлнар ханымның күйеуі келіп отыр, Ысқақ деген мырза. Бұл жерде заңсыз іс-әрекеттердің бәрін алғашқы Жаңақорған аудандық сотында өзі мойындаған, ол туралы дискіде де тұр. Ол жерде жер үлескерлерінің болмағанын, Ысқақ екеуінің отырып сөйлесіп, басқа адамдарға қол қоя салғанын айтқан болатын, иә? Қол қой, өзінің қолымен жасалмағанын. Олай айтқан болатын. Енді бүгінгі күні кеше 22 наурыз 2025 жылы жаңағы Иззатулла деген мырза, Көкбаев деген белгілі халықтың мұң-мұқтажын айтып жүрген журналист, қоғам белсендісі, сол кісіні шақырып интервью берген, бірақ ол жерде көп нәрсені бір жақты айтқанда, бір жақтай тыңдалған, соған қарсы жаңағы іс-әрекеттерін айтайын деп келіп отырған. Ысқақ мырза, не айтасыз? Айтқанда, мынау кеше 22 наурыз күні жаңа неден көріп жатырмыз, тиктоктан. Көкбаев журналист деп осы Қожегент ауылына келіп жиналыс өткізіп, оны Иззатулла мырза шақыртқан екен. Burada жаңа Иззатулланың айтып отқан сөзінің бәрі оны өтірік. Ол 2009 жылдан бері қарай мен игеріп келемін, мен жұмыс жасап келемін деген жерінің бәрі ол ойынан алып шығарып отыр. Оны 2009 жылдан бері мен сол жерге барғанда ол жерлер бос жатқан. 97 жылы планировка инженерлік жүйе келтірілген, поляның бәрі бос жатырды. Сол кезде Алмас деген әкімнің заңы болған. Сол кезде Оразгелді, Серғожа, Қалтаев, Полат дегендер осы кісілер жер алып жатыр екен. Сол кезде менде бар сол шаруашылық ашылған, менде 2003 жылы шаруашылығым ашылған тұғын. Сол 2009 жылы кредит алатын болғасын, мал жөнінде болғасын, жер іздегеннен осы совхозда осы енді бос жатқан жерлерді игеру басталып жатыр екен. Сол кезде игерім деген кісіге беріліп жатыр. Инженерлік жүйе келген планировкада жер. Бұл жерде Иззатулла мырза айтып отыр, ол жерді мен тек істедім, барлық істедім, жағдай жасадым, каналын қаздым деп. Негізінде Совет үкіметінің кезінде инженерлік жүйе келтірілген, планировочный жер өзі тек істелген, как положено атыздалған, дайын жер ол жер. Енді сіздің дәлелдемеңіз, сол кезде ол кісі 2009-дан бері жұмыс істеп келе жатырмын дейді. Сіздің дәлелдемеңіз қандай? Например, сіз 2018-ге дейін істедім деп отырсыз, 2018-ге шейін өзім істедім. Өзіңіз істедіңіз. Дәлелдемеңіз. Ол жерде дәлелдеме 2009-дан бардым, сол ауылдан бір Сүндет деген жігітті бір жылдай қасыма алдым. Сол жерде сол қарауыл болды өзімен бірге. Сол ауылдың жігіті ол да Қанат деген Ескендердің баласы, ұмытпасам, Ескендердің баласы. Соны қарауылдаттым, жаңа малына, несіне, суына қарайтын болып. Соны жұмсадым. Жұмысшылар болды. Жұмысшыларым болды. Мына кісі кім болып істеді? Бердім келе 2013-те ма, ол кісі оған дейін, бірақ ауылда мен техникамды ауылда жерлерге қарайтын тұғым. Сосын сол жерге не қарамайтын адам болмағасын 2013 жылдар ол көріп, по-моему, сол жылдар осы кісіні апарып қараттым. Бір 3 жылдай осы кісі қарады. Бір 16-ға шейін. Осы кісі сонада... Өзіңіздің аты-жөніңіз кім? Мен Сүлеймен Құлмахан. Мен 2013 жылдар сол жерге барып қарадым осы кісінің полясына жаңа. Жоңғыш халық болсын. Жоңғыш халыққа. Қай жер екенін нақтылап поляның қайсы екенін білмеймін, бірақ нақтылап көрсете аламын. Барып жаяу барсам көрсете аламын. Ал енді ол кешегі сонда депутаттың айтып тұрғаны, жаңа Көкбаевқа беріп тұрған сұхбатының бәрі өтірік екенін айтып тұрсыз ғой, Мен енді қарағаным расымен. Сіз қарағанда кімге қарадыңыз? Ол жер кімге тиесілі? Ысқақтың жері тұғын. Ысқақтың жері тұғын. Ал кешегі сонда депутат мырза айтып тұр ғой, мен 2009-дан бері қарадым деп, ол жалған. Жалғыз мен емес, менімен бірге сол жақта Башанов,
жолдас деген жігіт ол да қарауыл болды, мен сонда техника айдадым одан кейін. Енді мына Екеуміз де жерде істедік сонда. өзіңіз қай ауылдың Екеуміз тұрғынысыз? сақтың қарамағындамыз. Өзіңіз қай ауылдың тұрғынысыз? Мен жаңағы ауылдың тұрғынымын. Жаңа ауылдың тұрғынысыз. Мына жерде енді кеше депутат мырза өзі халық сайласа да халықпен көпбалалы анамен соттасып жатқаны туралы біз ақпараттарымызға шығарған болатынбыз. Сот заңды шешімі шығарған, бірақ сотқа бергенде екі тарап болады. Қай жақ жеңілсе, сол әділетсіз болды дейтіні анық, бірақ сот әділ шешім шығарды. Бүгін апелляция жатыр. Қызылорда облысының соты да сол апелляцияны арман қарап заң аясында қарайды деген ойдамыз. Мынау Ысқақ мырза айтып отыр, мына неше балаңыз бар? 7 балам. 7 балаңыз бар. Жерден басқа табыс көзі бар ма? Жерден басқа табыс көзі жоқ. Енді мына жерде бұл Қызылорда облысының әкімшілігіне, Жаңақорған ауданының әкімшілігіне мына көп балалы ата-ананың жерін депутат енді көтен зорлық қылып жатыр ма, басқа ма түсінбедік. Күштінің арты дермен тартады деген сөз бар еді. Кешегі Көпбаев шақырып, Көпбаевқа бұл жерде бауырымызға Көпбаев елдің мұң-мұқтажын айтып жүрген белсенді әділ азамат, бірақ бір жақтай тыңдап солар қасында адам болғаннан кейін тыңдаған болу керек. Ол жерде міне қарсы тараптар бүгін бізге келіп отыр, осыны жан айқайымен жеткізіп беріңіздер, ол жерде олай болмаған деп. Изатулла мырза айтып отыр. Енді мен спорт комплекстерін салдым, мен осындай жаңағы стоматология салдым, басқа деп. Бірақ сол ауылдың тұрғындарынан біз сұрағанбыз, ол жерде бәрі тойханасы да ақылы, спорт комплексі да ақылы, стоматологиясы ақылы. Ол енді өзінің кәсібін мен халық үшін аштым дейді. Оны енді жас балада белгілі кәсіпті пайда табу үшін ашады. Ауылында сондай мүмкіндіктер бар екен, саған сондай мүмкіндіктер бұйырған екен, оны бірақ халықты заблуждениеге түсірудің керегі жоқ. Игілігін аштың, пайдасын көріп жатсың, бірақ халық бүгінгі күні ақымақ емес. Сондықтан ол жерде міне жаңағыдай іс-әрекет болса, жанжалдасады, міне жер дауы болып жатыр. Ысқақтың өзінің 75 гектар жерін сот әділ шешім шығарып отыр деп ойлаймыз. Өйткені ол жерде сотта мен өзім қатыстым, құлағыммен естідім. Соттағы дискіні алса, соқырға таяқ ұстатқандай. Сол жерде Изатулла мырзаның өзі, жаңа хаттамаға хатшы да басқа да болып ешкім қол қойған жоқ. Біз Ысқақ екеуміз өзара сөйлестік та өзіміз қол қойдық деді. Ол жерде бұл Ысқақтың жаңағы жұбайы жердің үлескері болса да, әйелі Гүлнар ханым ол жерде болмағанын айтты. Жаңағы екінші хаттама толтырғанда да акиматта отырып өзара толтыра салғанын айтты. Өзара толтыра салғанын айтты. Изатулланың өзі де мойындады оны. Өзара мен балам бар. Ал енді бұл Қызылорда облысына апелляция беріп жатыр. Енді олар қағаз бәрін көтереді, не жазса соны көтереді, бірақ әділ шешім шығарады деп ойлаймыз. Сот Қызылорда облысының енді жаңа ескі Қазақстан дейді, ақ пен қараның айқасқан кезі, енді Жаңақорған ауданының соты да сол заңдылықтарға сүйеніп, Изатулланың жаңағы сіздің жұбайыңыздың болмағанын анық айтты. Енді ол жерде хаттаманың жалған толтырылғаны соған ақ дәлелдеме деп ойлаймыз. Енді әділ шешімі шығарады деген ойдамыз. Содан кейінгі жаңағы біз бір жақтай ақпарат алу, бұл қашаннан да қате, журналистикалық зерделеу, ол бейтарап болу керек. Біз шығаруымыз керек, арман қарап құзырлы органдар айналысу керек. Біз енді мынау Бақытжан Көпбаев мырзаға Алла разы болсын, елдің мұң-мұқтажын айтып, елге көп қол ұшын беріп жүрген азамат. Алайда бұл жерде ол Бақытжан Көпбаевқа өзінің депутат екенін айтпай тұр, көп балалы анамен соттасып жатқанын айтпай тұр да. Соның бәрін біз осы ақпарат арқылы айтсақ, ешкімнің қарсылығы жоқ шығар деп ойлаймыз. Мына Үсен Изатулланың Егорда арамызда жасалған хаттамада көрсетілген, астында алдағы уақытта осы жерді қайта өзіне қайтаруға ешқандай үлескерлердің қатысуынсыз қайтарылады деген жері бар. Қалаған уақытында хаттамада. Бұл жерде Үсен мырза айтып отыр, жаңа Көпбаев Бақытжанға. Мен оған 5 миллион ақша бердім, анау бердім, мынау бердім деп көп айтып отыр. Мен оған берсем, мен 3 айдан кейін дым еш ответ болмағаннан кейін 3 айдан кейін бұл кісімен прокуратураға арыздандым. Прокуратураға арызымызды жинап алдан, бұл Үсен Изатулла мырза келмеді прокуратураға. 3 рет бар, беттестірсеңізші. Ең болмасам айтқан сөзіне ақсын, уәделері бар еді маған. Осындай нелері бар еді беретін. Мен жаңа налогым бар, шығындарым бар қанша. Осыларын берсін, уәдесіне тұрсын деді. Прокуратура бізді беттестіруге құқылы емеспіз, өзің барып болғасын деді. Сөйтіп
прокуратураға да келген жоқ. 3 айда жазған арызым да бар прокуратурада тұр әлі күнге дейін. Кеше сотта да астында көрсеттім. Алдағы уақытта қайтарылса қайтарылады. Прокуратурада да айтты. Бұл алдағы уақытта деген бүгін мен ертең шектелмейді. Бұл жерге сен мұрза дән тастап қойған екен. Сен 10 жылдан кейін бола ма, 5 жылдан кейін бола, екеуің келсеңдер, түбі сенікі жер. Әлен жылға шейін сенікі саған қайтарылады деген жер бар. Хаттамада көрсетіліп тұр дейді ғой. Хаттамада көрсетіліп тұр. Ал содан кейін жаңағы сізді 40 километр жерден келіп 40 километр жерден қашық жерде келіп тұр дейді. Арамыз асып кетсе 20 километр жер біріншіден. Екіншіден Қазақстанның әрбір азаматы конкурста қай елден болсын ол. Осы Қазақстан төңірегінде болса конкурсқа түскен жерді алып игере береді. Конкурсқа түскен жерді алып игереді. Игереді. Мынау айтып отқаны қазір конкурсқа түскен жерлерді Қазақстанның қай түкпірінде болса да, қай жерде болса да конкурстың основании адам құқылы да сол жерге үміткер болып түсіп, жаңағы жерді алуға. Ал оны енді депутаттың білмеуі, депутат соны бір басқа жерден келді деп, бұны басқа жер 20 километр. Burada bir депутат емес қой. Көпбаев та бар. Осында ол да білмей отыр ғой. Соны. Енді бұл осындай жаңағы шыбыннан піл ұрып жатыр да, басқа жерден кеп дейді. Қазақстанда жаңа жер кодексінде жерді қалай пайдалану туралы конкурс шыққаннан кейін ол жерге любой адам конкурсқа қатысуға құқылы, ұтып алуға да құқылы. Ол батыстан бола ма, северден бола ма, оңтүстік бола ма, жоқ, шығыстан бола ма. Ал оның элементарный нәрсені депутаттың білмей ақпаратты айтып тұрғанның өзі бір адамның қарнын аштыратын нәрсе де. Осы ғой айтып жатқаныңыз дұрыс па? Рахмет. Қалған 1000 гектар жер осы Үсен Изатулла ояғында айтпай тұр. Мына кісілердің жерінің бәрі осы Изатуллада, резервте қалды деді, 1000 гектар жердің бәрі сол Изатуллада. Ол Изатулла қалай алғанын оны айтпай тұр. Изатуллада резервте жаңағы болашаққа кеше өзі айтты, кейінгі туған адамдарға қалдырған резервтегі жер деп айтқан. Иә, оны да айтты. Бірақ сол неше гектар жер содан Изатулла алған? 1000 гектарға жақын жері ода қазір. Нақты, нақты айтамаймыз, 1000 гектар жобасында жоқ, сонда жоқ. Міне бұл жерде сол жерді айтпай тұр. Ол қалай алған? Бұл жерде айтып отыр енді Изатулла, сол резервке қалған жер еді. Енді бұл жерде жерді игеру мәселесінде берілген, өзінің гектар емес, мыңдаған гектар алғанын айтып отыр міне Ысқақ мырза. Бұл жерде жаңағы кедей бай болсам, бай құдай болсам деген заман. Сөздің шыны керек, жерден басқа табыс көзі жоқ екенін айтып отыр. Қаншама адамға жұмыс бергендерін айтып отыр. Жұмыс бергендерін айтып, бірақ ол өкіметтен бөлінген жеңілдікті шаруаға жұмыссыздықпен қамтуға барасыз. Шаруашылық жұмысқа адам алса, өкімет ақшасын береді, жартылай айлығын төлеп отыр. Айлығын төлеп, пенсияның фондын жүргізеді. Ояғын айтпай отыр. Өкіметтен екі шаруашылығы бар. Екі шаруашылығынан 15-16 адамнан алып тастаған, 30 адамға шейін өкіметтен алып отыр. Ол басында отыр ғой. Жобамен. Нақты айтамаймын. Нақты айтамаймын, бірақ 30 шақты адам мысалы. Ояғын айтпай отыр. Стоматология ашып қойған бейді. Стоматологиясына да мысалы өкіметтен қанша қырлар, жеңілдіктер алып отыр. Ол ояғын айтпай отыр. Оны өкімет көтеріп отыр былайша. Ол стоматология ашып қойса, өкімет көтеріп отыр. Адам жұмсаса, оны өкімет қолдап отыр қазір. Өкімет жағынан. Ол қалтамнан бердім деп, осылай дәрежесінің өз мақтаныш ретінде көрсетіп отыр барлығын. Енді мына оразаның кезінде осындай жер дау болып жатыр. Өйткені жерге дән тастайтын кез келіп қалды. Соған қарап бәрі де үмітті. Мынау өз жеріне, например, дән тастап, бала шағасын баққысы келсе, біреулер кәсіпке айналдырып, біреулер жұмсақысы бар шығар. Енді оны арман қарап құзырлы органдар өздері анықтар. Біз мәлімет ретінде, ақпарат ретінде айтып отыр. Арман қарап саралайтын құзырлы орган Қызылорда облысының соты апелляцияны дұрыс қарайды деген ойдамыз. Көп балалы ананы заржылатып, күлшені баланың күлшесіне қызықпайтын шығар деген үміттеміз. Түркістан ағалық болашақ қоғамдық ұйым жетекшісі Ерғожанұлы Әлқожа.